Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге Google дискте кез келген құжатқа қалай сілтеме жасаймыз, сол туралы айтатын боламыз. Енді Google дискті өздеріңіз жиі қолданасыздар деп ойлаймын. Бұл жерде өзіңізге керекті ақпараттардың барлығын сақтауға болады. Яғни 15 гигабайт орын беріледі. Былайша айтқан кезде виртуалды бұлтты диск қой, енді қажетті дүниелеріңіз барлығын осы жерге салып қойсаңыздар. Мысалы, қазіргі таңда енді көп жағдайда енді флешканы қолданбаймыз, бірақ дегенмен де осы ақысыз дүниелерді қолданып, біз жаңағы өзімізге қажетті файлдарды, дүниелерді кез келген жерде, интернет бар жердің барлық жерде, интернет бар жерде біз осылай құжаттарымызды реттеп салып қойсақ, кез келген жерден ашып қолдана береміз. Мысалы, осындай бір папка құрастырып, папканы создавать етіп алып, сол папкаға өзімізге қажетті файлдарды сақтап алсақ болады. Енді мысалы, мына жерде қандайда бір файлды загружать етіп, сол файлға жаңағы сілтеме арқылы қалай доступ береміз. Мысалы үшін, күнделік кезетте, мысалы, көп жағдайда қмж-ны сілтеме арқылы салыңыз деген сияқты жағдайлар болған кезде, сұрақтар туындаған кезде, сіз тек қана жаңағы Word форматындағы емес, кез келген форматтағы файлдарды сіз салып сілтемесін жасай аласыз. Ол үшін сол өзіңіздің жасаған жаңағы құжатыңызды ең алдымен Google дискқа жүктеп аласыз осылай. Яғни дискқа кірдік, сол жерден бір папка құрастырып аламыз. Бірден Google дисктің ішіне жасай берсеңіздер де болады, немесе барлығы жүйелі түрде тұрсын десеңіз, папканың ішіне жаңағы Word форматында, немесе PowerPoint, PDF форматында осылай жүктеп қойсаңыз болады, немесе PowerPoint-тағы бір презентацияңызбен бөліскіңіз келсе, осылай жүктеп алсаңыздар болады. Содан кейін бізде осы PowerPoint-ты басқа адамдармен бөлісу үшін жерде папкамыздың оң жақ файлымыздың оң жағында 3 нүкте тұр. Сол жерді басып, открыть с помощью дейді, скачать дейді. Соның ішінде біз поделиться деген батырманы басамыз да, копировать ссылку дейміз. Ссылка скопирована. Енді осы жерде настроить доступ деген жерді басамыз да, біз жаңағы доступты реттеп аламыз. Ограниченный емес, все, у кого есть ссылка. Яғни, осы сілтемені кімге жібердік, сол адамның барлығына біз осы файлға доступ береміз. Копировать ссылку дейміз. Яғни, ол бір кітап болуы мүмкін электронды, немесе өзіңіздің бір жасаған авторлық дүниеңіз болуы мүмкін. Сіз оны файлды, үлкен объемдағы файл болуы мүмкін, ол видео болуы мүмкін, немесе тағы да түрлі форматтағы құжаттар болуы мүмкін. Сіз оны өзіңіздің дискіңіздің памятіне, былайша айтқан кезде, жүктеп аласыз да, содан кейін соның тек қана сілтемесімен ғана бөлісіп отырасыз. Сол жерден керек адам өзі ашып, көріп, жүктегісі келсе жүктеп алса да болады. Өйткені сіз автор ретінде оған, сол тұтынушыларға сондай доступ бердіңіз. Яғни, копировать ссылку деп, мінекей, ссылка скопирована. Мысалы үшін, оны WhatsApp-пен жіберсеңіз болады, немесе кез келген әлеуметтік желі арқылы жіберсеңіз болады. Яғни, осылай жібере саласыз. Мысалы, үлкен объемдағы файлдар болса, әсіресе көп суреттер болатын болса, мысалы, осы папканың ішінде, сіз толық папканың сыртынан доступ бересіз да, осылай сілтемені жаңағы жібересіз. Яғни, осы кезде кез келген браузер арқылы, мысалы үшін, бұл бізде PDF форматындағы файл болғаннан кейін, кез келген браузер арқылы ол бізде ашылады. Мінекей, сілтемені қойдық, файлымыз біздің ашылды. Яғни, осы сияқты тек қана PowerPoint-тағы емес, кез келген бір сурет болсын, кез келген бір жаңағы видео болсын, жаңағы өзіңіз бөліскіңіз келген дүниелердің барлығын
осы жерге жүктеп қойып, онымен бөлісе аласыз. Яғни осы сілтеме арқылы. Мінекей 3 нүктені басамыз, поделиться дейміз, копировать ссылку дейміз. Ссылканы көшіріп алған кейін, мына жерде настроить доступ, доступқа ограниченный емес, все, у кого есть ссылка дейміз. Яғни, немесе белгілі бір адамдарға ғана берсеңіз болады, яғни тек қана осы адамдарға ғана берем деп, сол адамдардың аккаунттарын жазып қойсаңыз болады, немесе осылай барлық адамдарға доступ берсеңіз болады. Ол үшін жаңағы сілтемені біз браузерден ашып тексеріп көретін болсақ, сол сілтеме арқылы біз жаңағы өзіміздің доступ берген сертификатымызды, мысалы үшін осы жерден көре аламыз. Кез келген адам көре алады. Мысалы, WhatsApp-тан жіберіп жатуға, мысалы, ол жерде көп файл болуы мүмкін, сізде. Мысалы, көптеген суреттер болуы мүмкін, көптеген слайдтар болуы мүмкін, сізде. Сол себепті, мысалы үшін, осы папканың ішіндегі барлық дүниеге доступ берем десеңіз де, сіз осылай папканы ашып аласыз, мысалы, белгілеп аласыз, оң жақ батырмасын басып, содан кейін поделиться, открыть доступ деп бассаңыз, жаңағындай бұл жерде де өзіңіз қалауыңызша ограничение бересіз, немесе сілтемесі бар адамдардың барлығына доступ бересіз. Копировать ссылку деп, осы сілтемені сол адамдарға жібересіз. Яғни сол кезде сіздің осы 123 деп құрастырып, ішіне салдыңыз ғой жаңағы файлдарыңызды. Осы папкаға сіз доступ бересіз. Яғни ол адам өзінің аккаунты арқылы кіреді да, сол жердегі мінекей бүкіл файлдарды көре алады, өзіне жүктей алады. Яғни сілтеме арқылы сіз доступ жасап, доступ беріп отырсыз. Құрметті ұстаздар, қажеттеріңізге жарайды деп ойлаймын. Өте бір сондай бір қарапайым жолмен контентпен бөлісуге арналған бір лайфхак. Немесе енді оны қолданып жүрулеріңіз де мүмкін, біреулеріңіз білмеуіңіз мүмкін. Сол себептен де бір керектеріңізге жарап қалар деген оймен осы видеоны түсірдім. Міндетті түрде каналға жазылыңыздар, лайк қойыңыздар, комментарий жазыңыздар. Қандай платформаларды тағы да көргілеріңіз келеді, сол туралы жазсаңыздар болады ұсыныс ретінде. Оның бәрін міндетті түрде қарастыратын боламын. Назарларыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.